Салем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жаздың нағыз сезонында дайын болатын компот жасаудың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Ең алдымен бақшамыздағы алмаларымызды жинап, дұрыстап тазалап, жуып аламыз. Және де осындай кастрөлімізге шайнегімізді суымызды қайнатуға қоямыз. Бізге керек заттар осындай, бізде старый осындай қақпақ крышка жабатын, және де осындай бізге крышкалар керек болады. Және де бізге осындай банкілеріміз керек болады жабуға. Мен мұнда жуып тазалап кептіріп қойдымын. Енді кезекте осы алмаларымызды дұрыстап тазалап жуып аламыз. Яғни шіріген алмаларымызды бөлек қойып тазалап жуып аламыз. Және де біз компоттың ассорти түрін жасау үшін бізге осындай шек, абрикостарды жинап алдым. Осыларды да жуып аламыз. Ең бірінші алмамызды осылай шірігендерден кесіп, тазартып осылай кесіп дайындап аламыз компотқа салатындай қылып. Ал мына жақта біз банкамызды, крышкамызды осылай шайнектің ішіне салып пісірілдеп аламыз, яғни 5 минутқа. Яғни ішінде әртүрлі бактериялар өлу үшін. Ендігі кезекте осы банкамызге алмаларымызды ассорти қылып салып, үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды беті толғанша осылай құятын боламыз. Міне достар, құйып қойды. Осылай крышкасымен жауып, оны 20 минутқа қоямыз. Яғни ішінде біз ассортиларымыз бір-біріне араласып, цвет беру үшін. Осылай 20 минут ұстағаннан кейін, осылай кастрөлімізге, яғни суын бөлек осылай құйып, үстіне шекеріміз салып, сироп дайындап алатын боламыз. Осылай бөлек құйып аламыз. Біз 3 литр банкаге осындай бокалдағы шекерімізді салып шығатын боламыз. Міне достар, сиропымыз сарқылдап қайнап жатыр. Ендігі кезекте осы қайнап тұрған сиропымызды осылай банкамызге кері құятын боламыз. Құйып болғаннан кейін осылай 5 минутқа қоямыз, яғни ішіндегі газдеріміздің шығуын күтеміз. Осылай айналдырып, ішінде ешқандай көпіргіш газдер болмау керек. Ендігі кезекте осылай крышка жабатын құралымызбен сағат тілінен қарама-қарсы бұрап шығатын боламыз. Достар, видеоны ұнаватса лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарийға жазуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Жауып болғаннан кейін осылай банкамызды төңкеріп, жайлап жерге қойып, осылай астыңғы жағынан қолымызбен тексеріп шығатын боламыз. Яғни ауа кетіп тұрған жоқ па, яғни ағып тұрған жоқ па, соны тексеріп алатын боламыз. Осылай әрлі-берлі осылай айналдырып, тексеріп шығатын боламыз. Яғни атылып кетпеу үшін. Міне достар, біз банкамызды жауып болдық. Осылай тоңқайтып, бір күнге осылай бетін қалың одеялмен жауып қоямыз. Міне достар, осылай бізде компотымыз дайын, қысқа. Жасап көруге кеңес беремін. Өте оңай рецептпен жасадым. Жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет. Ас болсын.